Бүгінгі тақырып ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексі. Бірінші сұрағымыз елдердің бәсекеге қабілеттілігі. Ресей ғалымы Мироненконың анықтауынша, экономикалық өрлеудің қарқынын халықтың еңбекпен қамтылуымен нақты табыс мөлшерін арттыруға қабілетті елді бәсекеге қабілетті ел деп атауға болады. Америкалық ғалым Портер жеке елдің бәсекеге қабілеттілігін сипаттайтын 5 негізгі белгілерін ажыратқан. Міне алдарыңызда Майкл Портер. Ол қандай белгілер? Бірінші, тұрақты бюджет дефицитінің болмауы. Төменгі пайыздық мөлшерлемелер валюта бағамының артуына жол бермеу тәрізді макроэкономикалық көрсеткіштері қалыпты елдер. Екінші, арзан жұмыс күшімен артығымен қамтамасыз етілген елдер. Жаңа индустриялық елдердің әлемдік нарыққа нық қадам басуына әсер еткен фактордың бірі осы болып табылады. Үшінші, табиғат ресурстарымен қамтамасыз етілген елдер бәсекеге қабілетті болады. Дегенмен бұл да қатып қалған ереже емес. Экономикалық дамуға алғышарт бола алатын алуан түрлі ресурсқа бай Африка елдері, Ресей және тағы да басқа елдер өз тауарларымен әлемдік нарыққа енуде қиындықтарға кездесіп отыр. Табиғат ресурстарды игеру арқылы ғана экономикалық өрлеуге жетуге болмайтын экономистер Голланд ауруы деп атаған құбылыстан көруге болады. 20 ғасырдың 60-70 жылдары Нидерланд табиғи газдың мол қорын ашып экспорттай бастады. Бұл өз кезегінде елдің бәсекеге қабілеттілігін төмендетіп жіберді. Өйткені табиғи газды экспорттау ұлттық валюта бағамының төмендеп, басқа салалардың, соның ішінде өңдеуші өнеркәсіп дамуының тежеліп, қаржының өнеркәсіптен қызмет көрсету саласына бағытталуына себепші болды. Соның нәтижесінде өнеркәсіптің сан алуан саласы дамып отырған Нидерландта деиндустриялану, яғни өнеркәсіп үлесінің қысқаруы жүрді. Төртінші, үкіметі жекелеген салаларды субсидияландыратын, импортты жеңілдететін және жергілікті кәсіпорындарға қолдау көрсететін елдер. Дегенмен бұл пікірде күмән туғызады. Жапония мен Корея Республикасының экспортқа бағдарланған салаларын қолдау мақсатында бұл елдердің үкіметтері олардың ішкі істеріне қол сұққандары белгілі болып отыр. Бесінші, елдің бәсекеге қабілеттілігі басқару мен жұмыс күшінің өзара қарым-қатынаста байланысты болады. Бұл анықтамада нақты емес, өйткені кез келген елде жергілікті ерекшеліктерге байланысты өзіндік қарым-қатынастар қалыптасады. Оларды әлемдік деңгейде бірыңғай жүйеге келтіру мүмкін емес. Келесі сұрақ ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексі. Елдердің бәсекеге қабілеттілігіне қатысты зерттеулерді халықаралық менеджмент және даму институты Лозанна мен Швейцариядағы дүниежүзілік банк пен әлемдік экономикалық форум жүргізеді. Жалпы алғанда елдің бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын басты көрсеткіштер 23-ші кестеде берілген. Алдарыңызда 23-ші кестенің басы, яғни бәсекеге қабілеттіліктің негізгі көрсеткіштері. Ол қандай көрсеткіштер? Біріншіден, елдің экономикалық әлеуеті және оның пайдаланылуы сипаттамасы, яғни халқы, табиғат ресурстары, жалпы ішкі өнім құрылымындағы өңдеуші өнеркәсіп пен ғылымға негізделген өнім өндірудің үлесі, инвестициялар және тағы да басқалар. Үшіншіден, мемлекеттің әлеуметтік экономикалық процестерді реттеу сапасы, яғни заңнамалық база, құқықтық тәртіп, саяси тұрақтылық, басқару аппаратындағы жемқорлық деңгейі, биліктің іскерлікті бағалау құзыреті және тағы да басқалар. Қаржылық тұрақтылық, бюджет дефициті, инфляция, ұлттық валюта бағамы, алтын валюта қоры, қаржы қызметтерінің түрлері мен сапасы, қор нарығының дамуы, сыртқы және ішкі қарыздар көлемі және тағы да басқалар. Бесінші, инфрақұрылымның дамуы, яғни энергетика, көлік, жол шаруашылығы, байланыс пен телекоммуникациялардың әлеуметтік тұрмыстық инфрақұрылымның, бизнес инфрақұрылымының дамуы. Алтыншы, менеджмент сапасы,
кәсіби менеджерлердің болуы, олардың дайындық деңгейі, қазіргі заманғы оқу базасының болуы, басқару құрылымының икемділігі, басқаруды компьютерлендіру. 7. Өндірістің тиімділігі. Өндірістің тиімділігі жалпы ішкі өнімдегі салықтар үлесі, инвестициялар тәуекелін бағалау, сақтандыру жүйесі, еңбек өнімділігі және оның динамикасы. 8. Ғылыми-техникалық деңгей. Жалпы ішкі өнім мен мемлекет бюджетіндегі ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарға жұмсалатын шығындар үлесі, ғылыми қызметкерлердің саны мен кәсіби деңгейі, патенттелген жұмыстар саны, лицензиялар, экспорт мен импортының сальдосы, өндірістің ғылыми-техникалық деңгейі және тағы да басқалар. 9. Еңбек ресурстарының саны мен мамандануы. Экономикалық белсенді халық пен жұмыссыздар үлесі, білім және кәсіби дайындық деңгейлері, нақты табыстары және олардың жіктелуі, орташалар табысының үлесі, тұрғын үй жағдайы, экология және еңбек жағдайлары, тұрғындардың денсаулығы, қылмыс деңгейі және тағы да басқалар. Индексті қалыптастыру әдістемесі мен оның бастапқы дереккөздері жыл сайынғы әлемдік экономикалық форумның баяндамасында келтіреді. Осы форум негізінде елдердің рейтингі құрастырылады. 2017-2018 жылдардағы ғаламдық бәсекеге қабілеттік индексі бойынша рейтингке барлығы 144 ел мен аумақтар енгізілген. Бұл тізімде алғашқы үштікті Швейцария, ақш, Сингапур құраса, Қазақстан Республикасы 57-ші орын алды. Сонымен қазіргі дүниедегі елдердің даму деңгейіне, әлемдегі орнына баға беруде қазіргі заманғы бағалау көрсеткіштер болып табылатын адам әлеуеті дамуының индексі мен ғаламдық бәсекеге қабілеттік индексін ескерудің маңызы зор. Видеоға лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. ұбт-ға дайындық курсына жазылу үшін төмендегі описанияға өтсеңіздер болады.